Армысыздар достар, сіздермен бірге бәрі қазақша арнасы және оның жүргізушісімен Рахым Талғат. Бүгін мен сіздерге әлемдегі ең қорқынышты деген топ 7 пранкты айтамын. Видеоны көрмес бұрын арнамызға жазылып, лайк басып кетіңіз. Ендеше бастаймыз. Сіз мына күшіктің түрінен қорқатын ба едіңіз? Әлбетте қорықпайсыз. Алайда пранкты ұйымдастырушылар осы күшіктің басына 2 ойыншықтан жасалған басты жалғап қойды. Ал енді мына пранкқа кезек берейік. Пранкты ұйымдастырушылар әуеде ұшатын квадрокоптерге адам шошырлық құбыжықтың бейнесін құрастырды. Қас қарайғанда 2 көзі жанатын мыстанның бейнесіндегі құбыжық адамдардың зәре-құтын қашырды. Ендігі кезекте ең қорқынышты деген пранктардың топтамасына тоқталайық. Бұл оқиға метроның ішінде өтеді. Қас қарайған уақыт, бірең-сараң адамдар түнгі рейспен қайтатыны белгілі. Қорқыныш атмосферасын тудыру үшін олар бір вагонды арнайы құрал жабдықтармен бекітті. Айналадағы шамдар жарқ-жұрқ етіп, шығар есікке жақындай бергенде есіктер ашылмайды. Жарқылдаған шамдар бір жанып бір өшеді. Қайта жанған кезде не болатынын көріңіздер. Мына Гарри есімді жігітке қараңыздаршы. Ол өте мейірімді, жүрегі жұмсақ жігіт. Және ол қорқынышты фильмдерден қатты қорқады. Гарридің қорқынышты фильмдерден қатты қорқатынын білетін досы
оған пранк жасамақшы болады. Ол Гарриге кішкентай қызға аз ғана уақыт қарай тұруға өтініш жасайды. Әңгіме барысында Гарриге қызының әпкесі қайтыс болғанын айтады. Анасы кетіп қалған соң, кішкентай қыз Гарриге: «Әпкем менімен күнде сөйлеседі, мені ойын ойнауға шақырады, бірақ мұны анам естімейді» дейді. 1 минуттан соң қызық басталады. I want you to play with me. No, Gretchen, I don't want to go play. Who are you? I'm Gary. What are you doing with my sister? We're just playing. I want Alyssa to play with me. I don't want to play. Alyssa, no. Гарри дереу қыздың анасына хабарласып, оның үйге қайтуын сұрайды. Oh my god! Oh my god! Please come home. What happened? No! Alyssa, I want you to play with me. Why won't you play with me? Are you scared? Келесі пранк зиратта болады. Күзет агенттігінің басшысы өзінің қол астындағы қызметкеріне тапсырма береді. Зираттың ішінде ұрлық болғанын және де айналаны толық арнайы құрылғымен тексеріп тінтіп шығуды бұйырады. Ал бұл пранк моргте болады. Оқиға орын алар сәттің алдында бірнеше адамды гримнің көмегімен түрін қорқынышты етіп қояды. Дәрігер өзіне көмекші ретінде 2 әріптесін шақырады. Қолғапты киіп дайындай беріңдер, мен қазір келем деп шығып кетеді. Одан кейін не болғанын өздеріңіз көріңіздер. Бұл енді соңғы пранк. Ұйымдастырушылар үшін бұл пранкты жасау
үлкен еңбекті талап етті. Бұл пранкта тағы да кішкентай қызға қарау керек. Ал оның анасы оқуға барып келуі керек болады. Қыздың анасы «Қызым ұйықтап қалды, жай ғана жанында болсаңыз болды» деп үйден шығып кетеді. Каролина есімді бала күтуші қыздың бөлмесіне кірген сәтте қыздың ояу екенін көреді. Кішкентай қыз теледидардың алдында қақайып тұрып, біреумен сөйлесіп жатады. Кенеттен қыз артына бұрылып, «Сәлем, Каролина» дейді. Бұған таң қалған бала күтуші «Сен менің есімімді қайдан білесің? Саған менің есімімді кім айтты?» деген кезде қыздың жауабы «Адамдар айтты, және олар саған келе жатыр» дейді. Ал әрі қарай не болатынын өздеріңіз көріңіздер. Claro. Agora? Oi, Wilson. Vem cá. Eles quem? Eles. Sara, vem cá, vem. Sara. Sara, tira a mão do TV, vem pra cá, vem. Sara! Oh, meu Deus. Sara! Eles. Eles aqui, ó. Senta aqui, vem. Mãe, tira daqui. Құрметті достар, егер де сізге бұл видео ұнаса, арнамызға жазылып, лайк басып кетіңіз. Және де бұл видеоны достарыңызға таратыңыз. Ендеше көріскенше.